Dostlar, men bugün papamның 70 yıllık toyu. Bizim bugün семьямды көресіз. Hazır mamama gül alığa keldim. Sebebi mamamda da 70 yılga толады. Бірақ екеуін бірге қосып жуа тұрған жоқ. Құр папамдыкін жуатпыз. Енді бәрі мамам қасында болған екен. Hazır бақайсы gül алып тойға барамыз сіздермен. Zor. Sen bugün qara çay içtin ba? Dostlar, bugün kеште bizler papamızın 70 yıllık toyun Құда қаласа береміз. Сіздерге әлбетте көрсетемін. Бүгін біз енді таңда ерте тұрып, түнде расын айтсам ұйықламадық. Қара шай ішіп, сөйлесіп, тайырланып, кішілермен отырдық. Көрініп тұрғанша түрімізден. Қазір болса сағат уже 5 болып қалды. Азанғы бәліш істеп бастады кішелерім. Одан кейін самса болады, кейін бауырсақлар болады. Ал мында қараңыз, сізге көрсетейін. Кішелерім 300-леген бәліш істеп, Құда қаласа бүгінгі тойға таярлық. Әне қараң, бәлішті өлшеп, мына қараң, бәліш не жаңағы, неді, көшпен не бет, картошка ма? Бәліштің ішіне көшпен картошка салынады екен. Расын айтсам, мен бұндай бәліш жеп көрмедім, кішелерім айтады, қайдам көреміз. Мінерде біздің кішем, өзінің тортын істеп атырды. Әмеңіз білесіз, біздің кішем нөкісте Sweet Bakery деген торт пісіріп сатады. Заказларыңыз болса, әлбетте хабарласа беріңіз. Sweet Nukus Bakery. Ал біздер болсақ кеттік бәлішке. Бұл жерде болса тойға жаңағы штучный яблочный пироги пісіріліп атыр. Біздің кішелерім сондай молодцы. Рахмет кішелер. Қараң, Құда қаласа дастарханымыз мол толы болады. Соның үшін мен бұнда яблочный пирог елі жеп көрмегенмен песочный тесто шыжа, песочный тесто екен, Құда қаласа кеште жеп көреміз. Dostlar, өздеріңіз білесіздер, бізде Қарақалпақта той болса, мереке болса, әлбетте әмме ағайынлар келіп, жаңағы орамал жауады, шапанлар жауады, бір-бірімен сәлемдесіп. Мен үшін қазір қандай бақыт, себебі мен біздің үйімізде елі көп уақыт той болмаған, әмде мен нөкісте тойға көп уақыт келмегенмен. Соның үшін бүгін біздерде әмме ағайын туысқанлар, танысылар жиналысып, сондай бақытлы күн болып жатыр. Мысалы, мен бүгін 10 жылап көрмеген адамларды көріп жүре қуанып жатырмын. Өзі той жақсы, әмме менде де той көбейе берсін. Енді бүгін қазір Қарақалпақта 70 жылы қандай өткізетін сіздерге көрсетеміз. Әзетіп көріңлер. Bağışa, kıya bağışa, yine bağışa, gözüm tüste ona degin akışa. Os anavrın berberine kavgaşa, yine kavgaşa, şılvalı kız kelenle güzel bağıma. Şılvalı kız kelenle güzel bağıma. Su kabaktı köterip sen kolana, yine kolana, yarın aşık gözün tegi kalına. Assalamu alaikum. Және бір мәрте бүгінгі юбилей жасларыңыз құтлы мүбәрек болсын дейміз. Құтлы болсын, 70 деген асқарыңыз, ұзақ жылдар ұлы істер басқардыңыз. Міне бүгін дастұрып
basına kelip otur ağaydan dostlarınız. Kutlu olsun 70 yaşınız. Aman olsun sizin altın basınız. Allah Teala uzak ömür yas verip 70, 80, 90, 100 yaşında asınız. Bugünkü yubiley iyesine bir kol şapalaklar olsun. Acabamız ata-anasına bir minnettarçılık hesabında tileklerini bildirse marhamat. Assalomu alaykum. Ag'ayin To'sqan, qo'ng'isi. Aytavering. Pap, 70 qutlu bo'lsin. Oldimizda omon yurgaysiz. Baba ko'p qiyinchilikdan o'tdingiz, Xudoyim. Shunga chiqaysiz. Amin. Amin. Hammalarimiz meni siylab sizni kelyapti, baba. Oldimizda omon yurgaysiz, baba. Hech qachon og'rimag'aysiz. Tepkizlerden rahatımızda ko'rgaysiz, kishim ekimiz. Aqllar bari kelyapti. Qo'ng'izlar, ag'ayin To'sqanlar hammangizga rahmat kelganlaringizga. Xudoyim papa және yubileyingiz qutlug' bo'lsin. Jasingizga jas qo'shilsin, oldimizda omon yuring. Xudoyim tek yaxshi kunlarimizda ko'ruv nasib qilg'ay. Rahmat hammangizga kelganlaringiz uchun. Marhamat, kol şapalak astırda ata-analarımızda kutlular. Estelik suretlerge düşeriz. Папочка, 70 жасыңыз құтлы болсын. Келің, жасылығыңызды еслейміз. Ата, я люблю вас за ваше мужество. За то, что он лучший из лучших, большой пример и герой нашей семьи. За то, что он есть, я горжусь, что он мой дедушка. Он единственный, кто мне разрешал кушать чипсы. Я люблю дедушку за справедливость и честность. За его доброту, за мудрость. Деда, с днем рождения! Желаю исполнения всех заветных и благих желаний. Ко здоровью. Я желаю вам долгих лет жизни с бабушкой, также с плюшем. Желаю крепкого здоровья, много лет жизни. Желаю вам всего наилучшего и главное здоровья. Папа, сізге үлкен рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Папа, мы вас любим. Будьте счастливы, папуля. Тойымыз өз жұмағына жетті. Қарақалпақтың өз дәстүрінде 60, 70, 80 я 90 жастар болғанда обязательно қой сойылады. Біздер болсақ, папам 70 жасқа толып, көз тимесін деп, ертесінде біздер қой сойдық. О қоян бір 80 кило болып шықты. Өзі Қарақалпақтың дәстүрінде қонақларды жүдә жақсы көреді. Той қылып, қонақ шақырғанда, қой сойылғанда бізде бір күнде 5-6 ауқат пісіреміз. Соның үшін бүгін сіздерге Қарақалпақтың тойының ертесінде қандай ауқатлар пісірілетін көрсетеміз. Достар, қазір мен Майколхозда өзімнің өскен жерімде, атызымда, үйімнің, ата-анамның үйінің алдында, атызымсы өстірген жүзімді хазетіп жеп отырман. Қандай рахат, достар. Білесіз бе, айтады ғой, өз ана жұртыңда туылған жеріңде еш ұмытпа. Туылған жеріңе егер сен басқа жақта жасасаң, тез келіп тұр. Себебі туылған жеріміз это место силы. Қандай рахат мына жерлер қазір.
Сонда алмалар, еріклер әмізі түстірді, шабдалар. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Достар, қараң, бұл енді біздерде белгілі повар бар да нөкістіне. Соның бір особенный секретімен пісірілген балық алып келінді. Абсыз біздер жаңа қалай пісірген көрсете алмаймыз, себебі өзінің секреті болғаннан кейін өз бетінде пісіріп біздерге алып келді. Көреміз, жеп көреміз, құда қалесе. Қараң, өзінің мариновкасы бар. Исін ескелесеңіз, вау, мен бұндай балық елі жеп көрмедім. Вау, вообще ислері қиямет қой мынаның. Құда қалесе жеп көреміз ал. Так, неше балшық керек? Балшық я алды, елу алды. Бірақ 25 адам деп болады ғой? Сонда шығар. Неше кило көшесі отыр шашы? Жеткілікті ме айтыр? Ауқат жей алмайам қалады. Достар, әне қараң, Хамит аға деген біздің Қарақалпақта ең белгілі поварлардың бірі болады. Хамит ағамыз өзі сондай бір мазалы ауқатларды пісіреді. Хамит аға, сіз неге именно повар болып қалдыңыз? Қане айтып берің өзіңіз хақында азғантай. Енді азмыз қызығушылық болды, сонымен әйтеуір повар болып кеттік. Солай ма? Бірақ сонда белгілі болып қалдыңыз қой енді қазір. Мехір менен мұхаббат пенен істейтін шығарсыздар, я? Соныкі. Сіздің ең белгілі секретный или там өзіңіздің особенный блюдоңыз қандай болып есептеледі ауқатыңыз? Енді хаммесам нелер палау основной, әр түрлі неден, кейін котлетлер бар. Сондай нелерден да. Хамит аға, мен өзім лично сіздің жеп көрген ауқатыңыздан сіздің тауық чихамбилиңіз бар. Сіздің тауық чихамбилиңіз қарма бар. Қарма. Балық қарма. Сондай бір белгілі, сол үшін бұл адамның қолы алтын, әлбетте ләжі болса жеп көруге әрекет етің. Ағамыз қатты мазалы пісіреді, ал сіздерге айтып қояйын. Бірақ сондай мазалы, маған сенің прям сондай мазалы пісір. Рахмет сізге, Хамит аға. Жаңағы үйде жиналысып отырып біз ағайын туысқанлар келді. Қандай маза. Бір жылда, 5-6 жылда бір көрсеміз ағайын туысқанлармен бір хазет отырман қараң біздің ағайынлер. Хамиге сәлем. Енді біздердің ең жаңағы ажайып моменті дегені бұл қарашай. Енді қараң, мен бірінші мәрте өмірімде 3 литрлік қарашай шайник көріп жатырмын, қараң азыр. Енді күнде бұл жерде қарашайларды ішіп, хазетіп атырмыз. Қараң, 3 литрлік қарашай шайник ал достар, қараң. Кіші маған толтырып қойып берім. Мен толтырып ішкенде жақсы көремен. Сіміріп ішсеңіз, сондай бір хазетесіз қараң. Қарашай зор. Сен бүгін қарашай іштің ба? Достар, жаңа Хамит ағаның бір фирменный балықтан істелген котлеті бар. Пісірілген көрмедік, себебі өз бетінде пісіріп алып келгенде қараң. Қандай исі енді бар ғой, масы қарағы қараң. Вау. Достар, қараң, бүгінгі сойылған қой 80 кило екен, майына қараң. Просто енді, бұл үсірде күртік пісіріледі, сондай ма, Хамит аға? Тоқалесе Хамит ағаның күртігін жейміз ал. Достар, міне қараң, біздің мамам табаққа жаңа ауқатты салып, қараң қандай. Сорпасына қараң, майының сорпасына қараң. Вау! Мам. Пияз салас ба? Енді қараң азына пиязына қараң. Бұл Қарақалпақша казан кабоб, па Қарақалпақский достар. Вай бо, мынаған қараң. Достар, гүрбек дүнияда ең мазалы қауын. Бұндай мазалы қауын еш жерде жоқ. Вау. Достар, біздің кішем болады, любимый кішем Замира деген. Кеше сілерге көрсеттім. Жа печенный не істеп атырғанда, енді қазір күртік жайып атыр қараң. Өздеріміздің Қарақалпақ жағы ең әмме жақсы көретін күртігіміз далада ошақ жан түртті көргеніңіздей. Құда қайсы күртік жейміз кіші, рахмет. Күртік тамсап атыр ағаларымыз. Түстен кейінгі күртігіміз. Бұл 3-ші ауқатымыз ба аға? Бұл 3-ші ауқатымыз по счету ал. Қараң.
Бұл біздің папамның однокурсниклері, әр Өзбекстанның әр районынан келгенлер. Соң үшін бүгін Қарақалпаққа келіп, папамның 70 жылдығын исправить етіп, әмеміз маза қылып отырмыз. Қараң, мейманларымыз біздердің. Ал міне гүртігіміз таяр болды. Ажағаларым сәмесі жеп, әз етіп атыр. Біздеріміз үйіміз мында. Мен, ал, сенесіз бі, мен мына салмада шомылатын едім. Кішкентай уақытымда. Мына салмада көп шомылатын ем. Бұл жерде ағаларымыз ауқат пісіріп атыр. Хамид ағамыз енді қойдың басын тазалап атыр. Қонақларымыз құлағын алып жеп, енді қойды тазалап, салат істеткенбіз. Сенесіз бе, мен онда елі естпегенменнен, көрмегенменнен. Хамид аға бізге бүгін көп затларды үйретіп атыр. Рахмет сізге, Хамид аға. Салатын жеп көреміз енді. 7 түрлі көш бар бұда. Неше? 7 түрлі көш бар. 7 түрлі көш бар дедім. Келледе, сенесіз бе, келледе 7 түр көш болар екен, мен оны білмес екен мен. Қандай жақсы. Исмаил аға, мынаны бір сәттен тырс-тырс етіп, не болмасақ кететін әмес. Ағам берсін бір. Майда сүйек болма. Қарап тұрыңдар, айтып қаласылар шашлик дегенді. Қазір емес, өзім айтама. Сенің самай қойыңыз. Мына қараң, мына мейді салып атырыпты, қараң. Мейлі, жаңағы, бұны не деп айтыңыз? Баран, қочқар. Басын? Гелле. Гелле. Мейлі гелле екен деп айтып атыр бұл жерде ағаларымыз. Қараң, умный болған екен, кешірерсен де. Бұл бұса салаты қараң. Міне мейі. Міне сауатыр. Палауымыз да пісіп қалды, әне. Бұл енді по счету 4-ші ауқат ал, достар. Айтып қойайын, күнәм батып атыр. Балықты езапламасам 4-ші. Қарақалпақша палау, ең мазалы палау ал, айтып қойайын. Ya açta jeng, свежа. Айтып едім ғой, 6 табақ кетіп тұрып еді. Палауымыз да таяр. Қарақалпақша палау, ең мазалы палау. Рахмет, қолыңыздар көрмесін. Келінлерге мамамыз рахмет айтып, шапанлар, тауарлар жайып атыр. Кішесі кішелеріміз. Қызмет істеген кішелер. Рахмет, кішелер. Гүлмирамды беріп жібердім, енді қатардан бос қалмай қойсын. Орамал қиямет қо? Ойбай, мен кетіп қалды. Қатардан қалмай қойсын. Айне. Мен рахмет, папочка. Менің жолымды беріп, балаларды үйлендіріп, қызларды тұрмысқа шығарып, сондай келілеріне ізет құрметті біліп жүретұғын үлкен ана болғайсыз. Анамның жасын. Айтқаңыз кесін. Достар, сонда айтып қарақалпақтар қонақты күтедім. Әмде біздер қонақты жүда жақсы көреміз. Әр ауқаттарды жеп, тойып, семіріп те кетеміз. Ал тойымыз да таусылды. Енді болса ертең сіздер менен Қарақалпақта көп жерлерге барып, қызық жерлерді көріп, зияратлаймыз. Әлбетте кейінгі санымызды қалдырмаң.